Әлемде өзінің әсемдігімен көзге түсетін қалалар көптеп кездеседі. Бүгін біз жер бетіндегі ең таңғажайып қала, яғни Мекке қаласы туралы сөз қозғамақпыз. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеоролигімізде қасиетті Мекке қаласының еш қалаға ұқсамайтын қызықты ерекшеліктер туралы сөз қозғаймыз. Мекке қаласы жер бетіндегі ең қасиетті қала. Қасиетті Мекке қаласының ең бірінші және ең қызықты ерекшелігі қаланың кіреберісінен басталады. Бұл мұсылман емес адамдарға кіруге тыйым салынған қасиетті мекен. Қалаға кіреберіс жерде жол екіге айырылады. Басқа дін өкілдері үшін қаланы айналып өтетін арнайы жол бар. Тіпті қалаға кіреберіс жерде мұсылман еместер айналып өтсін деген жазу да шығады. Мекке қаласына кіргеннен бастап келесі дүниелерге тыйым салынады. Толығырақ айтқанда, қасиетті Мекке қаласына қадам басқаннан кейін сол жердегі кез келген өсіп тұрған өсімдікті жұлуға не болмаса сындыруға болмайды. Екіншіден, жануарлары мен жәндіктерін сонымен қатар құстарын өлтіруге болмайды. Үшінші, бұл жердегі адамдар туралы жаман ойлауға және оларды ренжітуге болмайды. Төртінші, бұл қасиетті мекенде жоғалған затқа емденуге тыйым салынады. Жыл бойы әлем бойынша қаншама мұсылман қауым 5 парыздың бірі қажылық парызын орындау үшін осы қасиетті Мекке қаласына ағылады. Бұл қасиетті аймақта әдеттегі жақсылықтарға анағұрлым көп сауап берілсе, жасалған жамандықтарға да өте көп күнә жазылады. Сонымен қатар, бұл қасиетті мекенде әлем бойынша өте үлкен болып саналатын Әл-Харам мешіті орналасқан. Сіздер білесіздер ме? Осы Әл-Харам мешітінде оқылған бір намаз басқа мешіттерде оқылған 100 000 намаздан артық екен. Бұл қалада Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келіп, пайғамбарлығын осында бастаған. Бұл қасиетті мекен арабтардың ежелгі мәдени орталығы болып саналады. Әрбір дұрыс жолдағы мұсылман өмірінде бір рет болса да бұл қасиетті діни орталыққа баруға міндетті. Меккеге қажылыққа келгендер ғасырлар өткен сайын қасиетті болған қажылық салтанатына қатысады. Салтанат алдында олар ақ киім, яғни ихрам киеді. Қажылық уақытында барлық сыйынушылар Алла алдында адамдар теңдігінің нышаны ретінде бірдей киінеді. Адамның ойы да күнә болып жазылатын жер бетіндегі жалғыз мекен. Бұл жерде миллиондардың күнәсі төгіледі. Зағифтың көзі ашылады, мүгедек аяққа тұрады, қиналғанның жол ашылады. Әрі мұнда жасалынған тілектер мен Алланың арасында перде болмайды. Меккені сап-сап болып періштелер қорғап тұрады. Меккеге Алла шақырған адам ғана келеді. Әрі мұнда келген адам Алланың қонағы болады. Мекке қаласы Алланың ең алғашқы аяты түскен қала және адамзат баласының адам атадан басталған алтын бесігі. Барша әлем мұсылмандарының жүзі бұрылатын құбыла осы қалада. Сен тіпті бұл қалада жәннаттан түскен қара тасты сүю бақытына ие боласың. Қорыта айтқанда, Мекке қаласы исламның бұлағы, пайғамбарлар тұрағы, жер шарының кіндігі, құбыласы шырағы. Бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келген жері. Сонымен достар, біздің видеоролигіміз соңына жетті. Сөздің соңында иншалла баршамызға осы бір қасиетті Мекке қаласына қажылық парызын орындап қайтуды Аллах нәсіп етсін. Қош, сау болыңыздар.